Ана тілім ата-бабамыздан мирас болып келе жатқан баға жетпес мұра. Демек, әр адам ана тілін көзінің қарашығындай қорғауға, оның тазалығын сақтауға тиіс. Амал не? Туған тілімізді шұбырлап, басқа тілдің сөздерімен араластырып сөйлейтіндерімізде жиі көреміз. Үш тілді білуді міндеттеп отыр. Болашақта бұл үлкен мәселе болмақ. Біздің ойымызша, егер адам өзге тілді білетін болса, ол рухани бай адам деп ойлаймыз. Құрметті достар, 5-ші қыркүйек тілдер мерекесі. Көкпекті ауылдық модельді кітапханасы сіздерді осы мерекемен құттықтайды. Біздің кітапханамызда тілге арналған өте көп кітаптарымыз бар. Оның ішінде Ахмет Байтұрсыновтың кітабы, Рабиға Сыздықованың кітабы, Жамал Манкееваның кітаптары бар. Келіп кітапханаға осы кітаптарды оқуға болады. Биыл парасат жолы бұрышы бізде ашылды. Оның ішінде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Абай Құнанбай, осы бабаларымыз біздің ана тілімізде сөйлеп, ана тілімізді қастерлеуге үйретті. Сіздерді осы мерекемен сіздерді құттықтаймыз. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеп, тіліміз әрқашан биікте қастерлеу білейік. Бізі құтты болсын. Тілі қазақша болмай іс оңбайды. Кімде-кім қазіргі уақытта ана тілін, өзінің әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оның сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. Құрметті достар, сыныптастар, құрметті қазақ елі, сіздерді шын жүректен 5-ші қыркүйек жалпы Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға бақыт, байлық тілейміз. Мағжан Жұмабай, қазақ тілі. Күш кеміді, айбынды тұлқылады, кеше батыр, бүгін қорқақ бұғады. Ерікке ұмтылған ұшқыр жаны кісенде қан суыған, жүрек солғын соғады. Құран құстың қос қанаты қырқылды, күндей күшті күркіреген ел тынды. Асқар Алтай, алтын ана есте жоқ, батыр хандар, асқақ жандар ұмтылды. Бірлік, елдік, ерлік қайрат бақ ардың, жауыз тағдыр жойды бәрін не бардың. Алтын күннен бағасыз бір белгі бұл. Нұрлы жұлдыз, бабам тілі, сен қалдың. Жарық көрмей, жатсаң жазық кен тілім, тазар терен, өткір күшті кен тілім. Таралған түрік балалардың бауырына, ақ қолмен тарталарсың сен тілім. Ана тілі біздің туған анамыз, анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласа қалайбыз, өзіміздің сондай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмейсе, анасынан безген ұл деп қараңыз. Ана тілім Несіпбек Айтұлы. Ана тілім жүрегісін анамның, жүрек ана, мен өзіне жаралдым. Сағат сайын саулығынды тілеймін, сенсің керегіне ғаламның. Сенің әрбір тынысымен күн кешем, сен арқылы тіршілікпен тілдесем, ел бетіне қалай түзу қараймын, ана тілім, егер сені білмесем. Ана тілім, күшім менің қуатым, жырым сендік, жүрегімнен туатым. Таусарма, ырысыңмен қорыңды, тізерлесіп, қатар жазсам мың ақыл.